Видео өкпе қап анатомиясына арналады. Өкпе қап дегеніміз не? Яғни плевра. Ол өкпенің сыртында орналасады. Көкпен белгіленіп тұр. Ал мынау қызылмен белгіленген бұл висцеральды өкпе қап. Плевра париеталис және плевра висцералис. Осындай екі бөліктен тұрады. Енді бірінші висцеральды өкпе қапқа келетін болсақ, плевра висцералис. Ол өкпенің паренхимасын, жалпы өкпе өзі паренхима тозына мүше болғандықтан, оның сыртқы бетіне жауып орналасатын болады. Және де осы үшін бұл висцеральды өкпе қапты плевра пульмоналис өкпе плеврасы деп атайды. Себебі оны өкпеден ажырату өте қиын, өте тығыз байланысқан болып табылады. Сонымен қатар осы висцеральды өкпе қап мына өкпенің төменгі бөліктерінің тұсында мына жерде көрсетілмеген лигаментум пульмоналис деп аталатын өкпелік байламды түседі. Осы лигаментум пульмоналис арқылы ол париетальды өкпе қапқа жалғасып кететін болады. Париетальды өкпе қап келесі париетальды плевра. Ол өкпенің сірлі қабының сыртқы табақшасы болып табылады және де кеуде қуысымен, соның ішінде ішкі кеуде шандыры, фасция, эндоторацика мен қабырға аралық бұлшықеттермен өзара жанасқан болып табылады. Және де осы өкпе қап қуысына қараған беті міне плевральная полость деп тұр. Оның сұйықтықты бөліп тұратын жасушалар болады гистологиялық көрінісінде. Оны мезотелий жасушалары деп атаймыз, сондай жасушалардан тұрады. Енді мына екі өкпе қаптың висцеральды және де париетальды бөліктерінің аралығындағы қуысын ажыратамыз. Оны кавитас плевралис деп атайды, өкпе қап қуысы. Өкпе қап қуысында қалыпты жағдайда қимылсыз, кейде 1-2 мл сұйықтық болады. Ол сұйықтық мына инспирация, экспирация кездерінде, яғни өкпенің тыныс алу, тыныс шығару кездерінде, мына қозғалған кезде, яғни өкпе ашылады да, мына кеуде қуысына жанасады ғой. Сол кезде оның үйкелісін азайту үшін дәл осы сұйықтық қажет болып табылады. Яғни өкпенің еркін жазылып, еркін қозғалуына ықпал ететін болады. Өкпе қаптың жоғарғы бөлігі кеуде қуысынан да жоғары орналасатын болып табылады. Осы жоғары орналасқан бөлігін өкпе қаптың күмбезін, яғни мінекей купуля плевраны құрайтын болады. Ол также бірінші қабырғадан 3-4 см жоғары болып келеді, және де 7-ші мойын омыртқасының, мінекей 7-ші мойын омыртқасы, соның арқа өсіндісінің маңына сәйкес келетін болады. Және де бұл өкпе қап күмбезінің алдыңғы беті негізінен мына жері бұғана асты артериясы өтеді. Мына жерден бұғана алып тасталған және бұғана асты венасы өтеді. Және де мына жерлерде мына қолды нервтендіруші плексус брахиалис дейтін бізде нерв бар, иық өрімі, сол өтетін болады. Сондай құрылымдармен ол шектескен. Енді өкпе қаптың ол париетальды бөлігі топографиялық орналасуына қарай мына қабырғалық бөлігіне, сонымен қатар мынаның бәрі қабырғалық бөлігі, және де мына өздеріңіз білетіндей көкеттік бөлігі, және де көкірек аралық өкпе қапқа шектесетін болады. Осы өкпе қаптың бірінші қабырғалық бөлігі, яғни плевра касталис, қабырғаның бүкілі ішкі бетін және де ішкі бұлшық етті, оның ішінде ішкі кеуде шандырын толығымен жауып орналасатын болады. Және бұл алдында мына марго-антериордың маңында және де артқы қапталында көкірек аралық өкпе қапқа ұласатын болады. Көкірек аралық өкпе қап мінекей мынау. Бұл көкірек аралық өкпе қап плевра медиастиналис сыртқы жағынан жалпы перикард, жүрек перикардымен жалғасатын болады, яғни өзара байланысқан бір-бірімен. Сонымен қатар осы хилиус пульмонис, яғни өздеріңіз білетіндей мына жерлерде өкпе
қақпасы болады, иә. Вот сол өкпе қақпасының тұсында былай айналып келген бізде париетальды плевра висцеральды плевраға ұласып кетеді екен. Тура іш жастардағындай. Және де ол алдында және артқы жағынан мінекей мына ортасында ғой. Артқы жағынан да қабырғалық өкпе қапқа және алдыңғы жағынан да қабырғалық өкпе қапқа жалғасады. Көкеттік өкпе қап плевра диафрагматика мінекей мына жерлерде орналасады. Ол көкеттің жалпақ сіңірін жауып орналасушы болып табылады. Енді біз осы өкпе қапта қарастырған кезде оның шекарасына келетін болсақ, жалпы өкпенің шекарасымен тұстас деп айтамыз. Тек одан 1 сантиметр жоғары орналасады шамамен 1-2 сантиметр. Және де осы өкпе қапты қарастырғанда біз оның 2 қойнауда ажыратамыз, 2 синусты. Бірінші қойнау рецессус коста медиастиналис. Бұл мына сол өкпе қаптың тұсында қабырғалық бетінде, яғни париетальды өкпе қапта мына жүрек қаптың маңында орналасатын болады. Және де рецессус коста диафрагматикус деп аталатын также қабырғалық өкпе қаптың мына көкеттік өкпе қаппен шектесетін жерлерінде ажырататын осы 2 қойнауды ажыратамыз. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.